Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Төле би атындағы номер 19 жалпы білім беретін мектептің 6-А сынып оқушысы Құрбан Аяру. Мен санның натурал бөліктерінің саны тақырыбын зерттей келе, мектеп бағдарламасынан тыс осындай ережелерге қол жеткіздім. Қандай да бір n натурал саны жай көбейткіштерге жіктеліп берілсе, мұндағы P1, P2, P3, Pk жай сандар, ал A1, A2, A3, Ak олардың дәрежелері. Онда n санының барлық бөліктерінің саны мынадай формуламен табылады. Мысал келтіре кетсек, 540 санын алайық. 540 санын жай көбейткіштерге оңай жүктеу үшін 54 пен 10-ның көбейтіндісі түрінде аламыз. Ал 54 санын 27 мен 2-ның көбейтіндісі түрінде, 10 санын 2 мен 5-дің көбейтіндісі түрінде алайық. Демек, 540 саны 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 3-дің 3 дәрежесі көбейтілген 5-дің 1 дәрежесіне тең. Біз формула бойынша 540 санының бар бөліктерінің санын табу үшін олардың дәрежелеріне 1-ді қосып бір-біріне көбейтетін боламыз. 2 санындағы 2 дәрежеге 1-ді қосамыз. 3 санындағы 3 дәрежеге 1-ді қосамыз. 5 санындағы 1 дәрежеге 1-ді қосамыз. Және оларды бір-біріне көбейткен кезде жауап 3 көбейтілген 4 көбейтілген 2 24-ке тең болады. Демек, 540 санының 24 бөлікші бар. Қандай да бір n натурал санының бөліктерінің қосындысын табу үшін, оның барлық бөліктерін тауып, қоспай оны жай көбейткіштерге жіктеу арқылы табатын осындай ережеге қол жеткіздім. Мысалы, 36 санының бөліктерінің қосындысын табу үшін біз 5-ші сыныпта оның барлық бөліктерін жазып шығатынбыз. Енді оның бөліктерін бір-біріне қосып, 36 санның бөліктерінің қосындысын табатынбыз. Нәтижесінде 91 деген жауап болады. Ал егер де осы менің зерттеген жұмысым бойынша алынған формуланы қолданатын болса, алдымен 36 санын жай көбейткіштерге жіктейміз. Демек, 36 санның 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 3-дің 2 дәрежесіне тең. 36 санның бөліктерін табу үшін формуланы қолдансақ, 2-ның 2 қосылған 1 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 2 азайтылған 1 көбейтілген 3-дің 2 қосылған 1 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 3 азайтылған 1 тең 2-ның 3 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 1 көбейтілген 3-дің 3 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 2. 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең болады, 8-ден 1-ді азайтқан кезде жауап 7-ге тең болады. Ал 3-дің 3 дәрежесі 27-ге тең, 27-ден 1-ді азайтқан кезде 26, 26-ны 2-ге бөлген кезде 13-ге тең болады. 7 мен 13-дің көбейтіндісі 91-ге тең. Бұл формула үлкен сандардың натурал бөліктерінің қосындысын табуға тиімді.